Келесі мына екі кітап «Ұрпаққа аманат» деген, Есенқұл баба ұрпақтары деген кітаптарды жазған менің сіңілім, марқұм болып кетті міне жуықта, Нұрасылова Гүләнуар Икепқызы. Бұның әлде де өзі шығармашылық қабілеттері бар болатын, бірақ сол 72 жасына дейін жұмыстан қалған жоқ. Енді пенсияға шығып ап, тағы да жазсам деп, новеллалар жазсам деп, материалдарын жинақтап жүретін, оған жете алмай қалды. 72 жылы инсульт алды да, содан 2 жылдай жатып, міне биыл қайтыс болды. Өткен 25 жылдың аяғында қайтыс болды. Есенқұл баба ұрпақтары, Есенқұл, біздің руымыз Есенқұл, соны таратып жазған. Екінші ұрпаққа аманат дегенде, бұл кітапта әкеміздің жазған шығармалары, соны негізге ала отырып, одан кейін Гүлбану апайымыздың өзінің жазғандары бар. Өмірдің, менің біраз жазғандарым бар, солардың бәрін біріктіріп кітап қылып шығарып отыр. Енді жатқан жер жайлы болсын. Өте сондай мына кітап құнды. Кімге құнды? Бұл ұрпаққа құнды. Кім екенін, өзінің ата-бабасының кім екенін біледі. Және олардың қандай қасиеттері бар болғанын біледі. Сондықтан тек қана мына кітапты оқуды ұсынамын балаларымызға, өзімізден кейінгі ұрпақтарға. Қай жылы шығып еді андағы кітап? «Ұрпаққа аманат» деген? «Ұрпаққа аманат» 2006 жылы. Сонда ана «Тілектен» бұрын шыққан екен ғой. Гүләнуар апай бұрын шығарыпты.